бір беттік кітап ереже баға. Бірде досым маған бір тал сіріңкені көрсетті де, мына сіріңкеде ұстаз, соны білесің бе? Мен мына сіріңкені көрсем, бір оқиға есіме түседі деді. Сосын мен ол не оқиға екендігін сұрадым. Ал досым болса өз оқиғасын баяндай жөнелді. Ол бұлай болыпты. Ол бірде бір ереже баға деген кісінің қолында базарда жұмыс істеген. Ереже баға өте жайсан кісі болған. Мейірімді, қарыз сұрап келгендерге қол ұшын аямай созған. Бірде бір жас жігіт келіпті. Мен пәленше деген кісінің атынан келдім. Маған 60 мың қарызға керек, тері сатып алуым қажет деген. Сонда ереже баға, қазір менде ақша жоқ, тапа-тал түсте кел, сол кезде болар деп айтқан. Ал жаңағы жас жігіт сізді жайсаң, қол ұшын береді деп айтып еді, сол адам қателескен бе деді. Ал ереже баға болса, жоқ, қателеспеген. Мен саған айтып тұрмын ғой, қазір менде ақша жоқ. Кейін кел, сол кезде беремін деген. Екеуі уәделесіп қайта кеткен. Солайша түс ауып бастады. Жаңағы жас жігіт келді. Біз өзіміздің базарымызды жинап жатыр едік. Ереже бағаға, мен бағана келген жас жігітпін ғой, мені тадыңыз ба? Мен сізге қарыз сұрауға келдім деді. Сонда ереже баға ең соңғы кілемшесін жинап, мен саған түсте кел дедім. Ал қазір тапа-тал түс емес, түс ауған уақыт. Сен қазір ақшаны алуға кешіп келесің, кейін ақшаны қалай қайтарып берерсің, деді. Сөйтіп жігітті елемей кете барды. Жігіт болса ереже бағаның соңынан қарызын сұрап қоярмастан артынан жүрді. Жаңағы жігіт қояр емес. Сонда ереже баға жібіп, жарайды, ертең таңда кел, сол кезде көрерміз деді. Келесі күні тағы да жігіт келді, бірақ бұл жолы тура уақытында келді. Ол кезде де бізде сауда болған жоқ еді. Ереже баға оны қайтарып жіберді. Түске кел, сол кезде беремін деді. Бұл жолы жігіт тура уақытында келді. Солайша ереже бағаға, мен қарыз алуға келдім дегенде, ереже баға, мен қазір базардың анау жағына барып келейін, сен мені күте тұр деді. Бала ұзақ күтті. Күтіп шыдамы таусылды ма білмеймін. Қолындағы сіріңкелерді алма-кезек бірінен соң бірін жағып ойнап жатты. Ереже баға да келіп қалды. Ереже баға келген кезде қолында бір тал сіріңке жанып тұрған болатын. Ал аяғының астында сіріңкелердің толасы жатыр. Сонда ереже баға сұрақ қояды. Мына сіріңкені қайдан алдың? Қандай ақшаға алдың дейді. Ал жаңағы жас жігіт, өзімнің ақшама алдым деді. Сонда ереже баға сәл кідіріп, сонда сен өзіңнің затыңды бағала алмайсың, өзіңнің ақшаңның қадірін білмейсің. Ертең менің ақшамды қалай қадірлейсің сен? Мен саған қарызымды бере алмаймын деді. Осылай досым өз әңгімесін аяқтады. Мен осыдан көп нәрсе ұқтым. Осылайша бәрі бітті.